Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін бірінші күн келген врачтар тропический язва деп жаңағы диагноз қойған. Пробаға 1, 2, 3 сүлік қана қоямыз. Ұзақ емделуді қажет етеді. Мына жақтарға қан айналмасын, аяқ жұқа. Сол, мынау қазір өзі тойған кезде түсіп қалады, былай тарту болмайды. Аяқта иіс басқа бір нәрсе болса, бұл сүліктер жабыспай қояды. Солай, сүліктер кәдімгі біз тастақта өзендерде ағып жүрген сүлік емес. Бұны Бакуден әкеледі арнайы лабораторияда өндіріп. Сол, құдай қаласа ем болсын. Бүгін пробадан кейін көретін боламыз. Мынау қазір іштегі нашар қандарды, жаман қандарды, іріңдерін бәрін сорып, өзінің емдік ферменттерін жібере бастайды. Сол, қазір күтеміз. Тек осы аяғында қанша уақыт болатынын